Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер. Бүгінгі біздің 7-ші дәрісіміздің тақырыбы желілер және коммуникациялар. Біз бұл жерде компьютерлік желі туралы түсінік береміз. Олардың топологиясы, желі топологиясы, берілу жолдары қандай екеніне тоқталатын боламыз. Компьютерлік желі бұл барлық құрылғылардың бір-біріменен өзара әрекеттесуіне мүмкіндік беретін байланыс желілері арқылы қосылған компьютерлердің және басып шығарғыштар мен мәтін сияқты басқа да құрылғылардың тобы. Есептеуіш желілерді топтастыратын болсақ, олар 3 топқа бөлінеді: аймақтық, топология бойынша, желіні басқару бойынша, берілу жолдарын ұйымдастыру бойынша. Бұл жерде аумақтық белгі бойынша топтастыратын болсақ, бұл жергілікті ұжымдық, көбінесе бұл екеуісі барлық уақытта бір санатқа біріктіріліп жүріледі: аймақтық және ғаламдық. Яғни бізге берілетін желі осы 3 топтастыру бойынша беріледі. Енді оларға бөлек-бөлек тоқталатын болсақ, жергілікті желі салыстырмалы түрде шектеулі кеңістіктің, мысалға ғимараттың ішіндегі компьютерлердің және басып шығарғыштар мен басқа да құрылғылардың тобын біріктіретін коммуникациялық желі. Жергілікті желі бір-біріне қосылған құрылғылардың өзара әрекеттесуіне мүмкіндік береді. Ал енді ұжымдық желіге келетін болсақ, яғни бұл жергілікті желімен тығыз байланыста белгілі бір ұжым, яғни оның жанындағы бірнеше ғимаратты аумақтық қамтамасыз етеді. Мысалға келтіретін болсақ, біздің осы Жетісу университетінде ұжымдық желіге жұмыс жасайды деп мысал келтіруге болады. Аймақтыққа келтіретін болсақ, бұл географиялық аумақты қамтамасыз ету, яғни ол географиялық орналасуына байланысты түгел. Мысалға келтірсек, Жетісу облысын алатын болсақ, ол аймақтық осы желіменен түгел аудандардың барлығын желіменен қамтамасыз етіп тұрған осы аймақтық желіге жатады. Енді біз желілерді қарастыра отырып, барлық компьютерлердің, мысалға, бір ранглі желі дейді, ол барлық компьютерлерге құқығы бір деңгейде, барлығы кез келген компьютерлік желіге қосыла алады. Бұны біз бір ранглі желі деп атаймыз. Ал енді белгіленген сервер желісіменен берілетін желілер бар. Бұл сервер арқылы, яғни компьютер қорларды қолданушылар желісіне бөлу арқылы, сол сервер арқылы бізге түгел кез келген компьютерге, кез келген құрылғыларға желілер таратылады. Енді топология бойынша топтастыратын болсақ, бұл негізі топология 3-ке бөлінеді. Оның біріншісі сызықтық топология, яғни сіздер суретте көріп отырғандарыңыздай бір-біріне тартылған, олар тек бір ғана бойменен, бір ғана сұлбада берілетін осы интернет желісі, бұл сызықтық деп айтылады. Ал енді келесінде сақина түрінде дейді, яғни ол сақина түрінде берілетін, ол айналу арқылы. Қарасаңыздар, барлық компьютерлер айналып сақина сипаттас түрге ие болып тұр, яғни бұл жердегі топология сақина топологиясы деп аталады. Одан кейін жұлдызша түрінде топология бар. Ол барлық компьютерлерге орталық түйіншектерге қосылу арқылы, яғни көріп отырғандарыңыздай жұлдызша түрде беріледі. Содан кейінгі топология бізде ағаш топологиясы деген бар. Ол компьютерлік желілер әртүрлі қабатта орналасуына байланысты, яғни осылай ағаш түрінде берілетін бұл топология ағаш топологиясы деп аталынады. Берілу орта бойынша топтастыру коммуникациялық ортаға электронды есептеуіш машиналар ішіндегі ақпарат беруді қамтамасыз ету үшін ішкі интерфейстің белгілерін электронды есептеуіш машиналар параметрлермен келістіру қажет. Берілу желі каналы бойынша техникалық құрылымдар электронды есептеуіш машиналарының желі каналы бойынша атқаратын қызметтерінің қабысуын, яғни адаптер немесе желі адаптері деп атайды. Бұл бізге түгел осы желілер, коммуникациялық орталар бізге түгел желіменен қамтамасыз ету үшін беріліп тұратын осындай топтастырулар. Енді бұл жерде біз интернетті сіздер білесіздер, олар бізге не арқылы келеді дегенде, біз интернетті негізінен кабельдер арқылы жүргізілеміз. Бұл бұрама жұп және коаксиалды кабель, талшықты кабель деген осындай кабельдер арқылы жүргізіледі. Негізінен біз соңғы кездерінде біз көбінесе оптоталшық, яғни орысшасы оптоволоконный дейді, көп талшықты деп айтылады. Осы талшықты кабельдер арқылы жеткізіліп беріледі бізге.
біз көбінесе, ал енді біз осы үш берілу түрлеріне тоқталатын болсақ, кабельдердің сонда да бұрама жұп мысалға өзара байланысқан екі оңаша өткізгіштерден тұрады. Екіншісі өткізгіштерді айналдыру электромагниттік жолдардың сыртқа берілу сигналына әсерін тигізеді. Бұлар ең арзан кабельдің түрі болып табылады. Бұл жердегі ақпарат берудің жылдамдығы интернетті берудің 0,25 пен 1 мегабайт секундына болып табылады. Ал енді коаксиалды кабельге тоқталсақ, ол кедергі қорғаныспен және жоғары механикалық төзімділігімен ерекшеленеді. Ақпаратты жіберу жылдамдығы 10 менен 50 мегабайт секундына болып есептелінеді. Береді, яғни осындай жылдамдықты. Сондықтан да біз осы айтылған екі кабельді көп жағдайда қазіргі уақытта пайдаланбаймыз. Енді біз қазіргі пайдаланып жатқан опто талшықты кабельдерге, яғни көп талшықты кабельдерге тоқталатын болсақ, олардың жылдамдықты беру ортасы өте жоғары, яғни олар ақпаратты жіберу жылдамдығы 50 мегабайт секундына одан да көп жылдамдықпенен бізге интернетті тарата алады. Сондықтан да біз қазіргі уақыттарда осы оптоволоконный көп талшықты кабельдерді пайдаланамыз. Енді интернет дегеніміз өздеріңіз білетұғындай кез келген компьютерлермен бүкіл әлем бойынша ақпаратты біз алмасу үшін, беру үшін арналған желілер жүйесі. Яғни интернет байланыс араларын өзара біріктіретін тораптардың жиынтығы болып есептелінеді. Енді интернеттің пайда болу тарихына тоқталатын болсақ, ол 57 жылдары пайда болған деп айтылады. Негізі алдыңғы қатарда ақш-тың зерттеу жобаларының агенттігінде осы мақсатта компьютерлік жүйе құруды ұсынған. Содан бастап интернет бізде пайда болып, оның тарихы осы кезден дами бастаған. Енді интернетке қосылу желісіне қосылу жолдарын сіздер білесіздер. Олар біз радиоканалдар арқылы, спутник каналдар арқылы, телефон каналдар арқылы, яғни біз осындай интернет желілеріне қосыла аламыз. Интернетте негізінен екі протокол жұмыс жасайды. Бұл жерде IP адрес, яғни интернет протокол адресі, бұл әр құрылғыда бар, яғни компьютерде болсын, принтерде болсын, сіздердің телефондарыңыздың өздеріңізде де, яғни бұл жеке дара бізге бекітілген нөмірлі белгі болып есептелінеді. Бұл құралдар компьютер желісінде өзара қарым-қатынас жасау үшін интернет протоколдарын пайдаланады. Енді біз осы интернет протоколдардың ішінде біз екі интернет протоколын пайдаланамыз. Ол жерде жаңағы айтқандай біріншісі IP адрес, екіншісі TCR деп аталады. Яғни ол хаттама бірнеше қолданбалы программамен бір компьютерде бір мезгілде пайдалану үшін ол адрестер мен порттар жиынтығы түрінде ұсынылуы тиіс. Өйткені бұл порттардың идентификаторы TCR хаттамасының әрбір программасымен тәуелсіз таңдалғандықтан олар бірегей болып табылады. Енді жеткізуді басқару хаттамасы желіаралық хаттама, жаңағы айтып отырған TCR және IP хаттамалар тобының көліктік деңгейі хаттамасы компьютерлер арасында байланыс орнатылғаннан кейін байттар ағыны түріндегі негізгі мәліметтерді жеткізуді қамтамасыз етеді. Қолданбалы программалар негізі осы хаттама мен порттар арқылы әрекеттеседі. Бұл жерде бұл протоколдарды қай уақытта жасап шығарылды деген сұраққа тоқталсақ, бұл протоколдар 1970 жылдары ақш қорғаныс министрлігі шығарған. Ол жерде бұл коммуникациялық хаттаманың әлі күнге дейін ең көп таралған түрі болып есептелінеді. Енді сіздер көріп отырғандарыңыздай суреттегі интернеттің қалай қосу жолы көрініп, суретте көрсетіліп тұр, яғни веб-страница ақпарат. Бұл жерден сіздер өздеріңіз бұл жерден әртүрлі кез келген өздеріңізге қажетті ақпараттарды сіздер ала аласыздар. Веб-страницадағы ақпарат дегеніміз осы. Енді біз келесі сұрақтарды сіздер өздеріңіз сұрақтарды жауап беру арқылы бүгінгі тақырып бойынша білімдеріңізді толықтырсаңыздар болады. Бұл жерде біз компьютерлік желі дегеніміз не, топологиясы қалай болды, интернет дегеніміз не, яғни интернетке қосылудың қандай жолдары бар деген сұрақтарды өздеріңіз кеңейтілген түрде тағы да қосымша материалдарменен толықтырсаңыздар болады. Бүгінгі тақырыбымыз осы. Назарларыңызға рахмет.